Сәлем қыздар, біздер бүгін красный бархат тортын пісіреміз. Бұл оригинал рецепт, жасап көріңіздер. Ол үшін 3 жұмыртқаны, егер жұмыртқаларыңыз кішкентай болса 4 жұмыртқа қосуға болады. 3 жұмыртқаны жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Оған 250 грамм қаймақ немесе кефир қосамыз. Мен кефир қостым. Және дәмі жоқ, иісі жоқ 200 грамм шемішкі май қосып, үшеуін жақсылап араластырып аламыз. Енді араласқан масымызға топ декордың красный красителін қосамыз. 1 чайный ложка. 1 чайный ложка толтырып қосыңыздар. Егер 1 чайный ложкадан асып кететін болса, цветіңіз бордовый болып кетеді. Сондықтан тек 1 чайный ложка ғана қосасыздар. Порошковый красительдер мүлдем пайдалануға болмайды. Ол өйткені цветін шығармайды. Сонда ескере тұрарсыздар. Жақсылап араластырамыз. Енді 350 грамм ұнға 300 грамм шекерімізді, 1 чайный ложка ас содасын, 1 чайный ложка какао рахатский пайдаланамын, және 2 чайный ложка разрыхлитель қосып араластырып аламыз. Құрғақ массаларымызды бір-бірімен жақсылап араластырамыз. Енді осы құрғақ массамызды жаңағы жұмыртқа қосылған массамызға араластырамыз. Бәрін біріктіреміз, жақсылап араластырамыз. Ішінде шекер болғандықтан ұзақ араластыру керек болады. Осындай масса шығу керек. Шекері еру үшін ұзақ араластырыңыздар. Дайын корждарды осындай ковшпен 3 пергаментный формаға құйып аламыз. Мен бір пергаментный бумагаға 2 ковш құйдым. Мен осылай 4 корж жасап алдым. 4-ші торттың бетіне себуге менде. Сіздерде сөйтіп есептеп істерсіздер. Бөліп құйылған корждарымызды жақсылап біркелкі қылып тегістеп жағып шығамыз. Және 180 градуста қызып тұрған пеште. Менікі 18 минутта пісіп шықты. Сіздер өздеріңіз пештеріңізге қарайсыздар. Сіздердікі мүмкін қатты қыздыратын болса 10 минутта пісіріп тастауы мүмкін. Мен басында 180-ге қойып, кейін 150-160 градусқа азайтып қойдым пешімді. 18 минут пісіріп аламыз. Енді крем үшін 400 грамм сливкиді, холодильникте тұрған салқындатылған сливкимізді жақсылап бірінші араластырып, миксермен жақсылап соғып аламыз. Сливкиміз міндетті түрде холодильникте тұру керек, салқын болу керек. Жақсылап араласқан сливкимізге 120 грамм сахарный пудра және 350 грамм креметтіміз қосып араластырамыз да. Осындай креміміз дайын болады. Кремімізді корждарымыздың бетіне жағып шығамыз. Мен кремнің жасалу жолын көрсеткен жоқпын, себебі ол менің алдыңғы видеоларымда бар. Содан қарап алуға болады. Енді кремімізді осылай тортымыздың бетіне жағамыз. Мына жаңағы 4-ші коржым. Оны осындай терканың міне бөлігімен өткізіп аламыз. Және присепкімізді осылай торттың бетіне сүйіп шығамыз. Тортымыз дайын. Жасап көріңіздер. Ас болсын.